Сәлем достар, біздер бүгін груша мен шоколад қосылған өте жеңіл, дәмді пирог дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне қант салып, жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Ағарғанша миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін массамыздың үстіне ерітілген сары майымызды қоямыз. Ұнымызды саламыз және қопсытқышымызды салып, тағы да миксерлейміз. Қоюланған массамыздың үстіне грушамызды 4 бұрышты етіп турап саламыз. Одан кейін шоколадымызды да өте ұсақ емес бөліктерге бөліп массамызға қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып лопатканың көмегімен араластырамыз. Мінеке бізде осындай масса шығады. Оны формамызға құйып, қызып тұрған 170 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді және жеңіл пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасаңыздар. Груша мен шоколадтың қосындысы өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден міндетті түрде кері байланыс күтемін. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.